Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Bugün Kırmışgal'dan 1113. күні devam etmekte. Efirde zaman stüdiyada sizlerмен Şevket Наматуллаев selamlayın ve böyle bir malumatlarla tanış etmege hazırımız. Вежливые люди и келіне Тысчокове парлақ чықышлар Қырымда референдум кечірілуінің училығына қайдетелер. Самое лучшее событие, которое могло произойти с нами. Телеэфирде украин тілінің яйынлануы арттырыла біле. Ми можемо задати руйнівного удару по кримсько-татарській мові. Европарламент Қырым абуслеріні азат етмеге чағырды. Украина фискаль қызметінің юлбашысы Роман Насировны апстен азат ете білелер. Пейда олған хаберге көре оның омыр арқадашы Соломенск район махкеме сабына 100 миллион гривна мигдарында пей кечірген. На бұл пара келерлеріні тешкірген сон махкеме оны бір күн девамында азат етмелі. Насировны мартының башында яқалап девлетке 2 миллиард гривна мигдарында зарар кетіргенінде шеклеп 2 ай апыз жезасыны яда 100 миллион гривна мигдарында пара берілмесіні тайынледілер. Қырымда дүнияда танылмаған референдумның училығына қайдетелер. 2014 сенесі 16 март күні Русия ишгалжілері селе алтында Қырымның статус ақында рейберуіні кечірділер. Кремль білдіргенне көре Қырым сакелерінің атты 97% Русия еркянында яшамаға істеген. Референдум нәтижелері дүнияның эксериеті мемлекетлерінде танылмады. Қырым ишгал етілгеннің училығына Қырымда тантаналы мерасимлер тешкіл етілді. ДНР ve ЛНР террористлерінің yol başçıları келіп çıkışta bulundular. Событие, которое могло произойти с нами. Я до сих пор, когда играет гимн России и звучат вот такие песни, типа как вот сейчас, да, в Севастополе, я до сих пор плачу, от счастья плачу. Я поздравляю всех вас с этим праздником. У нас все будет хорошо. Впереди нас ждут большие события, хорошие события. С праздником вас! Да здравствует Крым! Да здравствует Россия! Хочу поздравить от себя и всей Донецкой Народной Республики с праздником. Вы знаете, 3 года назад мы, затаив дыхание, смотрели, что у вас происходит. Мы так же, как и вы, радовались, переживали, волновались и ощутили чувство победы тогда, когда вы садились с Россией. Европа парламенті Қырымда инсан ақлары бұзылғаны үшін Русияге қаршы санкциялар құветлештірілмесіні талап етті. Бүгін қабыл етілген резолюцияда қанусыз апске алынған Украина ватандашлары азат етілмек керектігі білдірілді. Весиқада сияси мабус олған әрбір инсанның сояды қайдетілген. Олар арасында Ақтемчиго, Залиасанов, Мустафа Дегерменджи, Роман Сущенко, Николай Семена. Бұне бәрі Русия Қырым сакеллеріне Русия паспортларына берілмесіні тоқтатмақ керектір. Меджлис фаалиетіні ясақ еткен қарар лағу етілмелідір. Күндіз Русия ижретшілері Киевдегі Европа шурасы темсілжілігі оғынды Русияге қаршы санкциялар құветлештірілмесіні ве сияси мабуслер азат етілмесіні талап еттілер. Акция іштіракчілері елдерінде Русия ве ишғал олынған Қырымда апсте тұтылған инсанларының ресімлеріні тұтайдылер. Мы сюда пришли поддержать требования родственников крымских и украинских политзаключенных, которые Украинлі мабуслерінің сой соплары сеслендірген талапларына қол тұтмаға келдік. Русияге қаршы санкциялар арттырылмақ керек, чүнки Путин режиміне бұл тесір ете біле. Санкциялар Русия әкиметінде олғанларға қаршы көрсетілмек керек.
Путина. Санкции против всех тех, кто сейчас принадлежит к российской власти. Ну, то, что сейчас происходит, это, безусловно, очень... Шымды олған шейлер пек ажынықлы репрессиялар өткерілі, сербес фікіріңні айтып оламайсың. Өз фікіріңні айтсаң, олған шейлерге итираз білдірсең, репрессияларға оғырайсың. Лайк ве репостлар үшін жезалайлар санки 37 жылға қайттық. Мемлекетте ақылсызлық ола. Они подвергаются репрессиям за лайки, за репосты, вообще просто... Крым – это Украина! Крым – это Украина! Крым – это Украина! Украина миллетчилері есе Киевдеки Русия елчілігі бинасы оғыны чықтылар. Правый сектор темсілжілері қарамазат етіліп Украинаға қайтарылмасы ве Қырым татарларға қаршы репрессиялар тоқтатылмасыны талап еттілер. У 21 сторіччі в самому центрі Європи, в незалежної суверенної держави, анексовано частину території. То просто так ми цього залишати не будемо. І якраз українські націоналісти будуть відстоювати це. Крим – це Україна і завжди був Україна. Я не згідна з тією політикою, що Крим віддали і країна-агресора. Просто в нас відтяпало кусок нашої частини, нашої землі. Донецк ве Луганстан көчкенлер Киев мэрия соғынды наразылық акциясына кечірділер. Олар мejburi көчкенлер için мескен меселесіні чезмеге талап етелер. Фаалжилер білдіргенне көре Қырым ишғалі ве Донбастаки Русия тежавузы нәтижесінде 1 миллиондан зияде сакин оз евлеріні ташлап кетмеге мejbur қалған. Наразылық көстергенлер білдіргенне көре девлет оларға не тазминат берген, не де ярдым көстерген. Я ничего найти не могу. Мен бір шейні тапып оламайым, төлемеге чарем yok. Genç kız ve oğlanlarga değerlerini kiraga da berelер, 67 yaşını ve Donetsk'ten көчмекні eşitkende mında telefon etmeniz deyler. Хотим понять, куда уходят... Біз көчіп келгенлер үшін белгіленген паралар, донорлық ақчалар ve миллиард евролар қайда кеткенini anlamaға istейміз. Почему они никого, ни до кого не доходят? Возмущены тем, что... Киев ерлі devlet memuriyeti devlet programmalarının eda etuvi boyunca bir şey yapmay. Ne Klitschko yapmadı, ne de onun muavinleri. 26 fevral ішінде іштирак еткен адвокат Жемил Темишев іштен четлештірілді. Бөле талапларнен түнейбінкі топлашуды прокуратура чықышта бұлынған еді. Бұне бәрі іште іштирак еткен адвокат Эдем Семидляев білдіргенне көре қабатланған Арсен Юнусов бірден да екі адвокаты іштен четлештірілмесіні талап еткен. Темишев был отстранен. Адвокат Жемил Темишев Арсен Юнусов қорчаланмасындан четлештірілді. Арсен Дигерика адвокат Покровове Голдобинден рет еткенні білдірді. Махкеме Буриджаны бақып, оны қысманен қанатлендірді. Тек Голдобинны ештен четлештірді. Суд, рассмотрев данное ходатайство Юнусова, удовлетворил его частично и отвел только лишь Голдобина. Янукович Путинге Қырымға орды кірсетілмесінен бағылы рейджа йолламаған екенміш. Владимир Путиннің матбуат катибы Дмитрий Песков білдіргенне көре, Русия президенті мемориетіне Украинанын сабық президенті Виктор Януковичтен Украина территориясына Рус ордысы кірсетілмесінен бағылы мектуп келген. 2014 сенесі март айында Бірлешкен Миллетлер топлашуында Русия темсілжесі Виталий Чуркин бөле мектуп олғанына аққанда айтқан еді. Президентом России получено следующее обращение. Русия президенті Виктор Януковичтен бойле бір мектуп алды. Майдандаки вақиялар Киевде акимиет запт етілігі Украинаны ватандашлық женкіне кетірді. Мемлекетте қалабалық ве анархия, Украина шарқы ве Қырымда инсан ақлары бозула біле. Бұл мұнасебетілі Русия президенті Владимир Владимирович Путинны Украинада қанун тікленмесі барышы қолмасы үшін Русия Федерациясының ордысына қолланмаға мұражат етем. Использовать вооруженные силы Российской Федерации. Путиннің матбуат катибы Песков ise Чуркин Нью-Йоркта япқан бейнатын имзаламаға істемеді. Украина баш прокуратурасы Виктор Януковичны девлет қайынлігі ве Украина бұтынлігіне идея еткенінде қабатлай. Януковичны махкеме ғияби шекілде жезалай біле. Я не просил вводить войска в Украину. Это не так. Мен Украинаға орды кірсетілмесіні рейджа етмедім. Акимет мені шымды бұнда қабатламаға тұрыша. Мен тақиқатшыға бұл суаллерге жауап бермеге азырым. А то на эти все вопросы ответить следователям
Башта фальжеве ато ветеранлар олса шымды девлетте қошылды. Ишғал олынған территориялар қамачавы ресми шекілді кечірілежек. Украина президенті Украина милли қапсызлығы ве Мудафа шурасы мал ташымасына ясақ еткен қарарыны имзалады. Тек гуманитар ве шақси арабалар қатнай біле. Президент білдіргеніне көре қамачав террористер миллетлештірілген заводларыны Украина назаретіне қайтармағанына қадар девам етежектір. Бұл қарар амелге кечірілігіні шура кәтебі Александр Турчинов назарет етмек керек. Украина юқары шурасы бірінші оқуында теле яйынланувлар үшін девлет тілі қоллануы квоталар артырылуыны қол тұтты. Лейхаға Көре бұтын Украин телеканалларының яйынлануының 75% Украин тілінде өткерілмек керектір. Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдіргеніне көре бұл қанун қарымтатар тілінде яйынлануыны жоқ ете біле екен. Чубаров қарамнан тамыр халқының менфаатларына көз өгіне алмаға чағырды. 244 депутат қол тұтты. Қанун лейхасына көре бұтын Украин телеканаллар эфирінде 75% девлет тілінде яйынланмақ керектір. Бойлы қайды эмсаба эмде ақшам прайм-тайм вақтында дария ететілмелідір. Региональ каналларда есе 50-50 олмақ керектір. Там, де була найбільша русифікація, там, де майже не було українського... Украин тілі олмаған ерде женкве қалабалық, Украин тілі қоланылған ерге Путин кечмес, Русия танклары күчсіздір. Украин тілі олған ерде барышық ве біз ғалип чықамыз. Українська мова, там буде український світ і наша перемога. Народный фронт депутатларынан тише бұсыне оппозиционный блок векілерінден ғайры дегер фракциялар бұтынлей қол тұтқан. А цей законопроект, він просто ще раз збуджує суспільство. Бұл қанун лейхасы да бір кере жемиетні қозғалатажақ. Бұл айду антенналарына сатқан шіркетлерге бұйы келер кетірежектір. Айду вастасынен рус тілінде бақмаға девам етежектірлер. Інформацію на російській мові, вони будуть закуповувати тарелки і дивитись російськомовні канали. Депутатларда Украин тілі яйынларында рус тілінде чықшылар олмасы Русия фильмлерінің дубляж етілмесі насыл амелге кешірлежегі ве насыл сайла жағында шубед оғыра. Петр Порошенко блокында яйынланып 100% Украин тілінде олмасыны теклif етелер. Қанун лейха мойлефлерінден бірі Виктория Сюмар білдіргеніне көре, лейхада қарымтатар тіліні қорчалаған мадде де бар екен. Лейхаға көре қарымтатар тілінде япылған передачалар Украин тілінде япылған кібі сайла жақтыр. Қырымға яйынланув япқан каналлар 100% қарымтатар жа контент япа біле. Қанун лейхасына Рифат Чубаров қол тұтмаған. Қанун лейхасында тамыр халқынан тілінен бағлы кефалетлер олса қол тұтажағыны білдірді. У наших цілком виправданих зусиллях щодо укріплення, розширення Украин тіліні пекітмек істегенімізден біз қарымтатар, қырамнан тамыр халқының тіліне қаршы ұжым ете білеміз. Мен комитетіне іш группа тізіп қарымтатар электрон матбуатларында қарымтатар тілі қоллануыны эксілтмек ве жоқ етмеге ел бермемек керекміз. Бұне бері Рифат Чубаров радио үшін квоталарнен бағлы қанун деңіштірілмесіні теклif етті. Оның мадделері есасында Мейдан радиосы қарымтатар тілінде олған яйынлануыны учкереге эксілтмеге мечбур олды. Радио Мейдан – это не коммерческий проект, это исключительно... Мейдан бұл коммерцияве пара қазанған радио дегел о қарымтатарлары ана тіліні ешітіп огредмелері үшін яйынланувлар япа. Бізім теклифіміз яйынланув девлет тілінде япа деген сатырға, яйынланув қырымға япылған олса, оның еріне қарымтатар тілінде ола біледеп қайдетмек керектір. Депутатларға қанун лейхасы екінші оқуында бақыла жағына теклифе қайтыларыны азырламаға валеттілер. Роман Спиридонов, Заман, АТР. Қарымтатар хореографик санатының ұстасы Али Алимов 90 еллығыны қайдетті. Мешур ойынжы хореография Оджаны юбилейнен қайырламақ үшін яқынлары, достлары Учансуви Фиданлар ансамблінің мезунлары келді. Дайма хавис алу хузақ өмірлік тілемек істейм ки, дайма бізділе олсын, дайма бізділеріні да зияде тектіп етіп, бізділерге да зияде текшілер берме оға қысмет олсын ки, дайма бізділе олсын, Allah'ın sağlığını versin. Böyle sahipsizlikler için çoktan çok sağlık dilerim sizlerine. İleride
Eğerlerde görüşük, toylarda, cinlerde, börek. İnşallah. 100 yılda. Ben 100 yıl yapacağım. Соңғы хабарымызды депіңізге қайырлы ақшамлар тілеймін. Атырден айырылмаңыз. Көрішкенше.